Да, водитель. Здравствуйте, бабушка, проходите. Как поживаете? С чем пришли? Bir balanın tuğu tural köylerin. Так, бабушка, пожалуйста, на русском, бабушка. Бабушка, я вас не понимаю. На русском говорите, пожалуйста. Русский? Да. Қалай сен түсінбейсің? Мен өзі бірінші қазақ адам емеспін. Қалай қазақша мен сөйлеймін, мен сен түсіну керексің. Так, бабушка. На русском потом придете, все, бабушка, разговор закончен. Үлкен контордың қызметкерісің, қандай түсінбейсіңдер сендер? Кек секірбай, сендеріңше. Бүкіл уақыттары. Я тыңдап тұрмын. Сізге бір айтайын. Кірсін. Я кіріңіз, апа. Можно, сынок? Здравствуй. Я к тебе пришла с одним... Помощь мне твоя нужна. Я тебя узнала. Помнишь, я 15 лет тому назад приходила, еще на казахском разговаривала с тобой. Ты сказал, не понимаю я. Вот я научилась на русском-то. У меня надо свидетельство о рождении моего сына 6-го. У меня вообще сейчас 11, пополнение у меня сейчас. Апа, түсіңіз, біз қазір егемен ел болдық. Бәріміз қазақша сөйлейміз. Мен орысша түсінбеймін қазір. Да что ты говоришь такое? Что, думаешь, я глухая, что ли? Ты мне тот раз, когда я приходила, ты сказала мне, что ты больше все на казахском не разговаривай. Что ты за человек? Что за люди пошли? Поганка. Құрметті әріптестер, менің сіздерді жинаған себебім қазақ тілі халықаралық тіл болсын деген ұсынысым бар. Оған қалай қарайсыздар? Қазақстан Республикасының президентінің ұсынысын мен қолдаймын. Мен де қолдаймын. Онда қазақ тілі халықаралық тіл болсын деген келісімшартқа қол қояйық.